Таразда жаңа ойын алаңшасы ашылды. 23 миллион теңгеге соғылған балалар нысаны Тараз строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің демеушілігінен тарту етілді. Айта кетейік, бұл биылғы жылы ашылған 3-ші нысан. Ал жауаптылардың сөзінше, алдағы 3 жылда дәл осындай 200 балалар нысаны ашылады. Ал оның 27-сі биыл қалалық қазына есебінен тарту етілмек. Тараз қаласында биыл 27 осындай балалар алаңшасы бюджеттен салыну қарастырылса, осы іске атсалысуға біз бүкіл Тараз қаласының кәсіпкерлерінде шақырып отырмыз. Бұл жердегі мақсатымыз тағы да айтайын, Тараз қаласының тұрғындарына жайлы өмір сүруіне жағдай жасау. Бүгінгі таңда Тараз қаласында 200-ден астам осындай балалар алаңдарын салу жоспарда бар. Осы 3 жылдың ішінде үлкен жобаны іске асырамыз деп отырмыз. Біз бұға дейін 2 ойын алаңшасын салғамыз. Арай Мөлтек ауданында. Бұл енді бізде 3-ші ойын алаңшасы. Осы бір 20 күннің көлемінде осы жұмыстың бәрі жасалынды. Көлемі осында 23 миллионның жұмысы жасалынды. Оның ішінде 6 миллиондай мынау спорт жабдықтары ойын жабдықтарына ғана кетті. Ойнаймын жоғынады, мен яқтан ойнаймын. Ойнайды, кеш ойнақтан өскен кезде келемін. Күніне қанша рет келесің бе? 5 рет. Мен папамен басқа магазинге кеткен кезде сізде соғып атқандан көріп қойдым.